Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осындай керемет шаш үлгісімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай. Резинкалардың көмегімен осындай бұрым жасап үйренеміз. Қызықты болса менің арнамнан алыстамаңыздар. Ең бірінші біз шашымызды бір жерге буып аламыз. Бұл шашымызды алдыға қоя тұрып, екінші астынан тағы бір жерге ортасына буамыз. Жаңа ең бірінші шашты алдымыздағы артқа екіге бөліп, алдыға қойып қоямыз. Арттағы буған шашымызды алдыға жібереміз. Алдыға жіберіп, қыстырғышпен қыстырып қоямыз. Жаңағы екі жаққа бөлген шашымызды артқа жіберіп, астынан тағы да шаштарымызды алып қосып, бірге барлығын бір жерге ортаға буамыз. Бұрын көлемін шығарамыз. Жоғарыдағы шашты алып, екіге бөліп, алдыға қойып, астындағы буған шашымызды жоғары жібереміз. Қыстырғышпен қыстырамыз. Тағы да астын ортаға буамыз резинкамен. Көлем шығарамыз. Жоғарыдағын екіге бөлеміз. Екі жаққа қойып қоямыз. Астындағын жоғарыға жібереміз. Астындағы буған шашымызды қыстырғышпен қыстырамыз. Және астын тағы солай буып, соңғысы қалды мінекей буамыз. Көлем шығарамыз міндетті түрде. Жоғарыдағын жіберіп, енді өзімізге қаратып қойып, өріп, резинкалардың арқасында буып, көрімді шығарамыз. Ары қарай жеңіл. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, менің арнама жазылыңыздар. Мен жаңа видео күтіңіздер, қыздар.